Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шебер бала. Жаңа сөздермен таныс болайық. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Шебер, қызығу, айырбастап алу, шырпы қораптары, қауіпті, қате, ренжі, рас. Оқылым тапсырмасы, екінші тапсырма, 61-ші бет. Мәтінді оқы. Мырзабек шебер бала. Ол ойыншықтың бәрін өзі жасайды. Ол шырпы қораптарынан әдемі үй жасады. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Не беріп айырбастап алсам екен деп ойлады. Ол Мырзабекке: мен саған добымды берейін, сен маған ойыншық үйіңді берші деді. Мырзабек допты алмады. Ол Иманбекке ойыншық үйді берді. Мен өзіме тағы жасап аламын, деді Мырзабек. Иманбек рахмет деп қуанды. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді түсініп оқиды, 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Үшінші тапсырма, 61-ші бет. Тиісті қосымшаны жалғап жаз. Тиісті қосымшалар: мың, мін, сің, сіз, сыз. Мен шебер көпнүктен орнына тиісті қосымшаларды жалғап жазамыз. Мен ұқыпты, мен ренжи, сен шебер, сіз мейірімді, сіз ренжи, сіз шебер, сіз ақылды, сіз ренжи, ол шебер, ол ренжиді. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Тиісті қосымшаны жалғап жазады, 5 балл. Қосымшаларды сауатты жазады, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.